деген жігіт орман арасынан бір түрлі бақа тауып алып таңғалып тұрса, қасындағы көлшіктен бір қыздың мәйіті қалқып шығып, бұдан шошынған Бүйрабас қызды сүзіп алмақ болып тұрғанда, анадайдан бір үлкен қасқыр келе жатқанын көзі шалып қалып, тіпті қорқып кеткендіктен бұғынып алып қараса, қасқыр адам кейпіне өзгеріп көлшікке келіп, жаңа қыздың өлігін сүзіп алып, өлікті бір табыт ішіне жатқызып, қыздың саусағының ұшына ине шаншып жіберіп, бір тамшы қанды алған соң, қанды қарғаға беріп, қарға мұнара ішінде жатқан Ханшайымның аузына қанды тамызғанда, Ханшайым тіріліп, алдыңғы жолы айтып өткеніміздей, бұл араға кіріп алған Сарыбас Ханшайымның тірілгенін көріп қатты қорқып, басқа қаша жол таба алмаған соң мұнарадан секіріп қалғанда, Бүйрабасты өлтіргелі жатқан қасқыр адамның үстіне түсіп, оны талдырып, екеуі жаңа қыздың өлігін көтерген бойдан қалашыққа келіп, мұнарадағы көргендерін айтумен бірге, қалашықта қыздардың жоғалуының себебі мұнара үстінде жатқан Ханшайымның қайта тірілуі үшін екен. Яғни Ханшайымның қураған денесі айтылған түні 12 жас қыздың қанын ішсе тіріліп, мәңгілік өмірге ие болады екен деп, бұған қалашық халқы сенгенмен, бұндағы әскери қолбасшы сенбей, сендер халықты алдап жасыңдар деп, екеуін орманға апарып байлап, айналасына өрт қойып, лаулаған өрт екеуіне таяп қалғанда, қайта Ойпаңгүл келіп екеуін құтқарып, қашып кетпек болғандарымен алдарынан жаңа қасқыр адам шыға келіп, Ойпаңгүлге енді қол сала бергенде, фильм ұнаса ақш жүрек беріп мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын. Әсілі бұл қасқыр адам болса, кезіндегі әдеттегі адам болып, бір ретте аң аулап жүріп, ауыр жараланғандықтан оны Ханшайым құтқарып қалып, бірақ Ханшайым оны өзіне құл етіп алу үшін жүрегіне бірдеңе сұғып қойған екен де, содан бастап ол қасқыр адамға өзгеріп, Ханшайымның мәңгілік ғұмырына ие болу үшін түрлі әдістермен қалашықтағы қыздарды ұрлап жүріпті. Қасқыр адам жаңағыдай Ойпаңгүлді суасына қатырып ұстап алып, осымен 12 қыздың саны толғандықтан, Ойпаңгүлдің де қанын алып мұнара төбесіне шыққанда, айда толып, қасқыр адам жинаған қандарын түгел Ханшайымға ішкізгенде, Ханшайымның бейнесі қалпына келіп, мәңгілік ғұмырға ие болды ма деп мәз болып тұрғанда, Ойпаңгүлді және одан сыртқы 11 қызды құтқарып алғысы келген Сарыбас пен Бүйрабас та бұл араға жеткенімен, бірақ Ханшайым сиқыр арқылы Бүйрабасты жанына алып келіп, қасқыр адамның жүрегіне сұғылған нәрсені Бүйрабастың жүрегіне сұғып қалғанда, Бүйрабас есінен адасып, Ханшайымның қолын айналып, Ханшайым енді оның қанында ішпек болып тұрғанда, осылайдан соңында Ханшайымның күл-талқаны шығып, Сарбастар аман есен жоғалған 12 қызды құтқарып шығып, қалашықтың қаһармандары атаныпты.